Талантты ақын Ақжол Түменбай Шымкент қаласында өткен дәстүрлі күміс қалам республикалық жазба ақындар дуэлінде бас жүлдені жеңіп алды. Осылайша жерлесіміз жас қаламгерлер арасында бәсі жоғары бәйгені сыр өңіріне әкелген алғашқы ақын атанып отыр. Дәстүрлі күміс қалам сайысы осымен 4-ші мәрте ұйымдастырылды. Биылғы байқау балалар әдебиетінің классик ақыны Өтебай Тұрманжанұлының 120 жылдығына орай өткізілген. Поэзия дуэлінде еліміздің әр аймағынан келген 12 ақын бақ сынады. Олар бірнеше кезең бойы өзара сайысқа түсіп, қалам қуатын дүйім жұрттың алдында паш етті. Ақтық кезеңде Ақжол Түменбай Түркістан облысының талантты ақыны Мұқағали Кенжетайұлымен сынға түсіп, поэтикалық дуэль жеңімпаз атанды. Осылайша жерлесіміз күміс қалам мен 1 миллион қаржылай сыйлыққа қол жеткізді. Шығармашылық сайыста аймақ мерейін асқақтатқан ақынды өлең сүйер қауым зор ықыласпен күтіп алды. Алла нәсіп етіп, бас жүлденің тұғырынан көрініп келіп жатырмыз. Бұл алдағы уақытта бұдан да жоғары әдеби сыйлықтар бар. Енді сыйлық қуалап өлең жазбаймыз, бірақ бәрібір өлеңнің өзіңнің өлеңнің бәйгеде шапқанын, бәйгеде топ жарғанын іштей қалайсың. Сондықтан алдағы дүниелерде бақ сынауға деген бір мүмкіндіктер ашылады. Бір сәтке болса да осы қазіргі қарбаласқан тіршіліктің арасында ақын сезінуіне мүмкіндік сыйлайтын сондай бір кезеңдер. Сондықтан ұйымдастырушыларға барлығына алғыс білдіремін. Айтыс ақындарының арасында алтын домбыраның бәсінің биік екенін жақсы білеміз. Ол біздің сыр елінде 3 мәрте келген. Ал енді мынау жазба ақындардың арасындағы күміс қалам бәйгесінің де сыр еліне келуі бұл біздің мәртебемізді онан да асқақтата түседі. Біз Ақжолдан үлкен ақын шығатындығына, оның әлі де алда талай жетістіктерге жететініне сенеміз.